Қаншама хит тректерді жарыққа шығарған Райм Артур тобының тарауына не себеп болды? Сен бұл ақпаратты ешқай жерде айтқан жоқсың, тіпті сторисіңа жақында үлкен интервью беремін, сол кезде барлығын айтамын, бүкпесіз ашық айт берем деп айтқан болатынсың, енді өзі аузынан естик. Қалай хит болып кеткен үшін бе? Жоқ. Енді. Не үшін тарады Райм Артур дуэті? Не үшін тарады ма? Так, не үшін? Шынымды айт. Шынымды айтайын, мен өтірік айтатын бірандай. Цель болған жоқ осы программа келіп. Жарайсың? В общем, музыкальный депрессия бар екен, оказывается, адамда. Мен сол депрессияға бір уақытта өте қатты шалдым. Білмеймін не үшін, андай мүмкін бүкіл сол обиды, көрген заттарым бәрі бір жерге жиналып, андай ойға келдім да, ой құрсын, короче, өлеңді тастаймын. Өлең деген мені қатты өзгертіп жатыр деген ой келді да уже. Мен өзімде жаман жаққа бұрылып жатырмын деген ойлар болды да. И сол кезде қатты депрессияда болып, в общем... Апатия басталды сізде? Чересчур болды, в общем. Қанша жыл бұрын? Так, бір 3 жыл болған шығар енді. 3 жыл болды, өйткені қатты бір сынға кіріп кеттім да мен, в общем. Сен сынға кіріп кеттің? Қандай сын болды? В общем, негізі бұл ойлаған мен уже бұл нәрсені айтамын деп, негізі бір уақыты келген шығар бұл нәрсе, неге десеңіз. Бір 4 жыл бұрын Қырғызстанның бір азаматы, және азаматшасы бір интернетке видео салады. Бұл видео деген бір 18+ деп айтайық. Сен мен? Жоқ. Екі Қырғызстан азаматы, азаматшысы мен азаматы. Я? Сол видеоны салады. И бір кездері роликтің акасы именно бүкіл роликті қарамай бір роликін стопқа көріп, бір түнде картина ғой анау, скриншотын жасап, в общем, WhatsApp-тан Артур деп тарап кетеді ғой. Бұл Артурның істегендерін қараңыз, міне сендердің қарапайым балаларыңыз, міне ол деген ужас. И ол кезде бұл нәрсе, ана видеода болған нәрсені сіз білмей қойыңыз, не істеп жатқан, не болғаныңыз, ол кезде кәдімгідей қатты депрессияға шалындым. Өйткені маған прямой эфирға, Инстаграмға, WhatsAppқа, бүкіл жеріме қандай звонок келмеді деп ойламасаңыз болады. Ойбай, қандай угрозалар да түсті, ойбай, адамдар жаман сөздер айтты, көп жаман сөз айтты. Концертке шыққанда сол сөздерді айтып маған ше. И сол кезде менің басымнан бір 5 жерден шаш түсті ғой. Осы яқтан кетті. Өзімнің білмеймін бір слабостымды көрсеттім ба, ол кезде жаман нәрселерге иліндім. Не істедің? Көп нәрсе істедім, иә. Ол да бар, в общем, андай өз-өзімен справляться ете алмай, неге десеңіз. И бұл теманы как будто мен үшін бұл қозғауға ұят болған сияқты да. Мысалы, мен емес депші бүйтіп андай бір ақталып, бірақ бұны Қырғыздың азаматтар біледі, что бұл Қырғызстанда болды, бұл адамдарды таниды, бір осы бір адамды айтпақ қойын, осындай адам бар, осындай адам бәрі таниды. Ол жігіт саған ұқсай ма сонда? Өте қатты ұқсап тұр ғой. Қазақ Қырғыз бір туған деп сол деген шығар, ұқсап тұрған бізді білмеймін андай. И сол роликті кәдімгідей бізде Қазақстанда бір жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде жақсы таратып жіберді да мен деп ше. И жаман сындар айтты. Мен кездескенде мен даже кейбір әріптестерім бар, мысалы, недавно барып келем, бір сөзде бүйтіп отырысып қалып, мә негізі, братан, мен натуре сен де ойладым деп ше. И мен ойладым, сол кезде умрада болдым, иншаллах, келем Қазақстанға, бұл туралы сөйлейм, айтам, шындығымды айтам, надо будет бір анда, біздің қазақ пока бір доказательство көрмесе сенбейді ғой, YouTube-қа кірсін, жазсын, бір определенный текстін, сонда көреді. Неге? Сен айтқан жоқсың, бұл мен емес деп болды. Білмеймін, представляете, мен өз-өзіме қатты ренжедім ғой, вот сол кезде. Потому что қатты дамып кетті да ол кезде. И мен деген қаншама звонокты көтердім, қаншама Инстаграмдағы запростарды көрдім, қаншама сындарды естідім, мен ана Артурыма. Қандай сөздер естідің сен саған хабарласқан кезде? Жаман, өте жаман да. Жоқ, енді былай қарап тұрсаң, енді өзің айтып жатсың, 18+ азамат пен азаматша өзінің істерін істеп жатыр. Бірақ өмірде істеп жатқан сен ғана емессің ғой нәрсені мысалға жатырсың. Бұнда деген бір, короче, бір қалай айтып кетсем, эротический чересчур анау, короче, в общем.
серьезно бір андай ойға келмейтін нәрселер жасалынды да бұл жақта. И сондықтан бір кішкене андай жігіттер дұрыс түсінбей, соны қыздар да дұрыс түсінбей, осындай мен әлі күнге дейін соны естіген соң осы хабарламаға келіп айтып жатырмын да. Бұл и то жете ма халыққа, жетпей ма білмеймін да. Жетеді, неге жетпейді? Просто деген ойбай мен естіген сөзімді, мен көрген ісімді ешқандай бір қазақ немесе бауырым көрмесін. Өйткені мен қыста андай болатын, квартирадан шығып машинамда надпистар жазатын болатын. Андай андай нелер жіберетін еді, подарктарды суреттерменше концертке барғанда айқайлайтын болған. До такой степени білмеймін неге ол кезде қатты дамыды. Неге мен үндемегенімді білмеймін да. Мүмкін андай қатты доказательство болмағаннан кейін мен неге қатты ізденісіп кеттім ғой бұл нәрсені изучать етіп. Ойбай Құдайға шүкір 2 жыл бұрын сол доказательствоны тауып, сол роликті тауып алғам өзім даже. Қалай болды, не істеді, кім екенді. Бірақ ол кезде уже как будто поздно болып қалды да. Уже потому что 1 жылдың ішінде тарап кетті да, чересчур. И әлі күнге дейін андай адамдар бар да. Ой, после того случая мне как-то он вообще неприятен дегенде маған андай әлі күнге дейін жүрекке тиеді ғой. Мен айттым, қандай болды қасында өмірде. Иә. Мен дұға тілеймін. Құдай қаласа осының бәрі осылай бәрі жақсы болатса барам да айтам дедім. И в общем келдім, ой болды, интервью берем деп, кімге берем деп, сізді көрдім, Тимур Балуны да көрдім. Енді сіз андай қатты раскрывать етесіз да, осы Тимур Балумен сізді көрдім. И андай ой болды, мен қазір өзім жазсам, как будто напрашиваюсь на интервью, и бұларға қызық болмай қалады деп ше. Бұл жерде бізден ұсыныс түседі дейсің ғой. И сол кезде тыстадым да, и мен былай қарап, кеше маған жазып жатыр да, сені табу деген іздеп жатыр. Мә деді. Мәссаған. Значит, все дедім да, барам, конкретно бүкіл шындықты айтам. Саған бір знак деп айтсақ болады қазір айтуға барлығын. Өйткені мен еще специально ана жылайтын нәрсені жылап ұстадым үйде. Андай өтірік андай негізі көп интервьюда енді жылайды ғой адамдар. Сен жылап тастадың ма барлығын? Ой, бәрін жылап ұстадым, чтоб деген ертең уверенно мына жақта отырып без никакой фальши дейді ғой. Бізге шеке қалған жоқ қой. Сендерге енді білмеймін, қазір сіз бір жерін біз ажуат етіп қалмасаңыз жылап қалмаймын ғой. Енді қырғыз азаматшасымен азаматы деп айтып жатсың, е? Сенде бүткіл доказательство бар деп айтып жатсың. Неге соны салған жоқсың осы күнге дейін? Бұл маған как будто поздно болып қалды да. Бұл уже 2 жылдай тарап кетті бұл нәрсе. Бұл слух, бүкіл іс, бұл шаруаның бәрі уже таралып кетті да. И мен уже поздно сол нәрсені тауып алдым да. Коллегаларынан сөз естідің ба, көңіліме тиетін? Вот именно коллегалар соны мені ренжітпейтіндей сұрамаған да. Бірақ сондай ойлаған да. Самый обидно осы ғой, біреуге барып соны доказать еткен жаман да. Ей, бауырым деген сияқты да. Маш, мен ондайға бармаймын. Я, ну, видите, со стороны тоже как будто странно болып қалады да. И сондықтан мен сол депрессия, обида жиналып, сіз айтып атқандай көлеңкенің райымның қасында жүріп, анау мынау өмірден, мынан, аннан деген көп нәрсе жиналып қалды да. Мен айттым ғой, мен кәдімгідей шапка киіп жүрмін, потому что жасым не болса 20-21-де шаш жоқ қой мына жақта ше. Успеть еще шаш болып ойлаңызшы, 1,5 жыл успеть, просто кусоктармен жұлынған да. Мен еще бардым, даже докторға тексерілмеген ғой, до такой степени так себя плохо чувствовал. Өз-өзін таста жібердің сен. Ужасно. Өлеңдеге де тастап кеттім, вдохновение болмай қалды, сөзге де, әнге де, вообще ештеңеге, выступленияға да. И бір кезде бәрі жиналып кетеді да. Бардым командаға, брат, Раймды да шақыра сал, келді. Сендерге мұнда бір мың шүкір рахмет. Мен вообще бәріне ризам. Райм, Данияр, кешіріңдер, маған кетуге тура келеді. Болды, бұлар да шошып кетіп, ойбай, не болды, қандай проблема, не көмек деген соң. Настолько сильная депрессия болды, что мен просто бәрін тыстан кірді, уединиться, куда-то уехать деген сияқты. Қазір енді тыңданыс қалай болды. Бардым, айттым, енді айтты, точно шештім ба, қалай анау мынау деп ше. Я кеттім, болды, айтты, поддержка керек болса, хабарлас, любой момент береміз деп ше. Есік ашық деп.